Кеш жарық, құрметті қазақ елі, баршаларыңызға оразаны қасиетті Рамазан айын қарсы алып, шығарып салып, ораза айтында өткізіп, баршаңызға амандық пен саулықты тілей отырып, осы біраз әңгіме жиналып қалған еді. Соны былай топтап айтып, айтуға рұқсат беріңіздер. Барлықтарыңыз уақыттарыңызды алмайтындай бір жинақтап, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді атам қазақ. Солай топтап сөйлеуді үйренгеніміз жөн. Жақында Ақтауға барып қайттым. Ондағы бір себебім, Пірбекет атамды сағынып қаппын. Оның үстіне Ақтауда үлкен форум өтті. Сонымен бірінші Пірбекет атама барып, содан кейін форумға қатысып, не деген қызықты оқиғалардың куәсі болып келген жайым бар. Енді ол форум туралы кең түрде кейін айта жатармын. Қазір менің айтпағым осы өзімнің дүние танымыма себеп болған ата жолы, қазіргі аталы жолы дейміз, аққу сұңқарлар жолы. Бұл өте жаңағы өзіміздің халқымыздың ішінде ойып тұрып орын алатын, бүкіл қазақ халқына берілген, бұл Құдайдан келген, әруақтардан келген нақты да тура жол екеніне күн өткен сайын күмәнім жоқ. Біздер адамдар бөлектеп айтамыз ғой, ата жолы дейміз, масхаб жолы дейміз, тарихатшылар дейміз, сопылар дейміз, тәңіршілер дейміз, бірақ түптеп келгенде бәрінің түп тамыры бір ғой. Бәрімізде ата баба бар, бәрімізде жеті атамызды іздейміз, бәрімізде сол қалай өссек, қалай өнсек, қалай Құдайға жақсақ деп ойланамыз. Сол себептен ойдан ой туындайды демекші, көре көсем боласын, сөйлей шешем боласын деп ата бабамыз айтып кеткен. Оны біз әрбіріміз білеміз. Тек күнделікті қым-қуыт тірлікте біз соны естен шығарып қоямыз. Қазақтар біздер қалай сыйласқанбыз? Біздер біріншіден, менің өзім көз ашып жаңағы түсінгенім, өзімнің ұямда, яғни әке-шешемнің көрсеткен тәрбиесінде, бірінші қазақ ол жасқа қарап сыйласқан. Шапанына, шеніне, байлығына қарап емес, жасына қарап сыйласқан. Үлкен адам үйге келді ме, ол міндетті түрде төрде отырады. Міндетті түрде үлкен адамға бірінші тамақ ұсынады. Алыңыз деп. Мейлі шай болсын, мейлі май болсын, басқа тамақ болсын. Үлкен адамды өте қатты біздің ел құрметтейді. Сондай құрметті қазір менің өзіме де көрсетіп жүр жастар. Автобусқа мінсең, отырыңыз дейді. Мейлі Астана болсын, мейлі Шымкент болсын, мейлі Алматы болсын, әйтеу барған жерімізде құрметтейді. Енді ойланбайтындар да бар, ойланбаса ойланар.
жақсылықтан адам ешқашан да күдер үзбеу керек. Сонда біздің халық бірінші адамның жасына қарап сыйласқан. Біз өзімізден үлкен әпкелерімізді, ағаларымызды сыйлаймыз. Олар ата-анамызды қалай сыйлау керек екенін үлкен әпке ағаларымыздан біз үйренеміз. Бізден кейінгілер бізден үйренеді. Сыйластық деген, жасқа қарап сыйластық деген ол өте үлкен бір тәрбиелік мәні зор тәлім тәрбие. Ол біздің қанымызда бар, атадан бабадан келе жатқан. Міне сол үрдістен біз ажырамауымыз керек. Мынау қоғамда біз қаласақ та қаламасақ та сондай бір бөлінушілік болып жатыр. Ол да заңдылық. Өйткені қазіргі жастардың тілімен айтқанда біз 3D дейді ғой, 3D-да өмір сүргенбіз. Яғни жер өте төмен қалыпта болғанда сондай болады екен. Ал қазір жер көкке қарай өрлеп бара жатса, енді біз де соған лайықты болуымыз керек екен. 4-ға, 5-ға, 6-7, одан да үлкен белестерге көтеріле беруіміз керек екен. Қазіргі жастардың тілімен айтқанда, қазіргі жастар не дейді? Жоғарғы күш дейді. Жоғарғы күш солай айтты, былай айтты деп ақпараттарын айтып жатады. Ал біздің заманымызда аталы жолдықтағы аққу сұңқарлар олар әруақ деп сөйлейтін. Көбінесе біз әруақ деп сөйлейміз да, қазіргі жастар ол жоғарғы жақтан осындай ақпарат келді деп айтады. Екеуі де дұрыс, екеуі де бір әруақ қой. Тәлімгер деп сөйлейді қазіргі жастар. Біз сол кезінде әруақ деп сөйлегенбіз. Енді мен айтайын деп отырған маңызды нәрсем бұл мына ағашты көріп отырсыздар ғой. Ағаш адамның өмірі де сондай екен, адамның өмір сүру салты да сондай екен, жолы да сондай екен ғой. Қарап тұрсақ, осы бір ағашқа қарап осы ойымды жұптап сіздерге жеткізсем деп отырмын. Тамыры болады ағаштың, діңі болады, бұтақтары бар, жапырағы бар, гүлі бар, жемісі бар. Әрбір ағаш сондай. Әрбір адам да сондай. Әрбір адамның ата тегі де сондай. Менің ата бабам бар, менің ата бабамның ата бабасы бар. Солай әрбір адам. Енді ер мен әйелді жаратқан Құдай тағала екі жүректі қосып, сондай ұрпақтарды өрбітуіне себепкер болып отыратын осы ер мен әйел. Енді бөлінушілікке ешқандай Құдай тағала жол көрсетпегенін күннен күнге түсінікті болып жатыр да. Мысалы үшін ағаштың тамыры ол біздің ата бабаларымыз. Діңі ол орта жастағылар, бұтағы бала шағасы, жапырағы, жемісі, немере шөберелері деп кете береді ғой. Яғни қоғамда адамдар осылай жас ерекшелігіне қарай топқа бөлінеді. Біз егер жас ерекшелігіне қарай топқа бөлінсек, ол Құдайдың заңына ешқандай қайшы келмейді. Ал енді біздер Құдайдың заңын бөлшектеп алып, топ-топтарға бөлініп, өзара айтысып тартыса берсек, ол Құдайдың заңына қайшы келетін тірлік. Енді Құдайдың заңымен жүру үшін кейде біз түсінбей жатамыз, түсінігіміз кем болып жатады. Қаншалықты оқысақ та, ілімді болсақ та, білімді болсақ та, соны түсінбей жатамыз. Енді бұл әңгіменде
бәріміздің әруағымыз бар ғой, әруақсыз біз ешкім де емеспіз. Сол аталарымыздың айтуы бойынша осы аққу сұңқарлардың арасында біраз жүріп, әбден сондай зерттеу жұмысын жүргізіп жүргендіктен менің көкейіме келген әңгіме осы болып тұр. Мынау тамыры ол аталы жолдықтар деп айтайық. Өйткені аталы жолдықтың өкілдері, яғни аққу сұңқарлар, ешқайсымызға да жат емес. Ол Құдай тағаланың берген жобасы, жолы. Кешегі ұрпаққа да, бүгінгі ұрпаққа да, ертеңгі ұрпаққа да ол жалғасын табатын жол ғой. Бәріміз сол ата-бабаның арқасында өмірге келгенбіз. Бірақ күнделікті күйбең тірлікте біз оны ұмытып кетеміз. Сондықтан Құдай тағала да, аруақтар да айдарлап солай әрекет еткен ғой. Енді біз тек соны түсініп мойындауымыз керек болып тұр. Сонда аталы жолдықтар, ата жолдықтар, яғни аққу менен сұңқарлар сол ағаштың тамыры болып тұр. Олардың киім үлгісі де, ішіп жүрген тамақтары да, дұрыс киін, дұрыс ішіп же деп өздерінің әңгімелерін айтып жатса, біз оны жат көрмеуіміз керек. Ал енді мынау ағаштың діңі ол орта жасқа келгендер, қазір енді ойланып жүргендер, біздің өзіміздің тарихымызды ұмытып кетіппіз ғой, салт дәстүрімізді ұмытып кетіппіз ғой, соны еске түсіру керек екен. Біз кейбір дүниелерді дұрыс жасамай жүр екенбіз деп ойланып толғанып жүрген орта жастағы адамдар. Бірі түсінді, бірі түсінбеді деген сияқты. Ал енді бұтағы, жапырағы, жемісі ол белгілі, бала-шаға, немере, шөбере деген сияқты. Кей кезде емес, енді көп жағдайда осы аталы жолдың өкілдері, енді Тоқберген Байтасов атамыз бастаған жол, оны бәріңіз де білесіздер. Білмесеңіздер, ютубтан тауып алсаңыздар, көресіздер, естисіздер. Қазақи салт дәстүрімізбен өмір сүрейік деп соны уағыздап жүрген азғана топ. Енді осы азғана топ халық әлі киінбей жатыр, халық әлі түсінбей жатыр деген әңгімені бұрында айтушы еді, қазір де айтып қалып жүр. Сосын мен өзім ойландым да, шынымен кімді кім түсінбей жүр өзі? Бұл бір-бірімізді түсінетін хал бола ма, болмай ма деп сөйтсем, ешкімде қателеспепті, бәрінікі де дұрыс. Жаңа 120-ға келген қарияның айтқанындай, ананікі де дұрыс, мынанікі де дұрыс, оныкі де дұрыс, сенікі де дұрыс, бәріміздікі дұрыс дейді ғой енді. Сол атамыздың айтқан әңгімесі сол кванттық физикаға келіп тұр ғой. Кванттық физикаға егер жүгінсек, біз ешкім қателеспейді, бәрінікі дұрыс болады. Сонда аталы жолдың өкілдері кімге өкпелеп жүр деймін да мен. Бұл жерде ешкімге өкпелеудің қажеті жоқ. Мына ағашқа қарасаңыз, бәрінікі дұрыс. Енді аталы жолда жүрген, жайнақта жүрген, ол өте қиын. Адамның адамы жүреді онда деген әңгімелер айтылады ғой. Ол да дұрыс. Дұрыс. Ол ешқандай бір қателігі жоқ оның. Бірақ сол аталы жолдың өкілдері мына өкпелесе, қызғаншақтық танытса, немесе біреудің қызғанышын қоздырса, сондай бір артық іс әрекеттері өздерінің қуаттарына кедергі келтіреді. Жаңа қуат алып алмасып отыруына кедергі келтіреді. Сондықтан да біз өспей қаламыз, өнбей қаламыз. Сол бойдағы қызғаншақтықты, бойдағы мынау келіспеушілікті бәрін бір сатыға қоюшылықты біз қоюымыз керек ендігі жерде. Неге? Өйткені мына ағашқа қарасаңыз, ағаш діңімен әдемі, тамырымен әдемі,
жемісімен әдемі, бұтағымен әдемі, жапырағымен әдемі болып тұр ғой. Енді осы ағаш тек қана тамырлап кетсе, тек тамырдан ғана тұрса, әдемі бола ма? Дұрыс бола ма? Болмайды ғой. Ол табиғатқа, Құдайдың жаратылысына қайшы келіп тұрған нәрсе. Сондықтан жұрттар түсінбей жатыр, олар қабылдамай жатыр деп айтудың қажеті жоқ ендігі жерде. Неге? Өйткені қабылдайтындар ол қабылдайды. Қабылдайтын адамдарды Құдай тағала өзі жібереді. Сол ордаға барғандардың, сол ордаға барып есікті ашып, соның ішінде болған адамдарды Құдай тағала өзі жетелеп апарды. Енді сол адамдарға деген ықылас ниет болып, әрбір адам бекерден бекер бармайды ғой. Сол орданы көтеру үшін барады. Оны жіберіп отырған атаруақ. Ордаға адам барса қуану керек. Ойбай, біздің ырысымыз кеміп қалатын болды деген емес, керісінше барғанда қуану керек. Өйткені әрбір адам мейлі сол жерде жүрсін, мейлі сол жерде біраз жүріп кетіп қалсын, әрбір адам сол ордаға өзінің үлесін қосқан болып есептейді. Қаншалықты ол адам қателік жасаса да, осы тұла бойының бәрі қателік болса да, сол адамнан да үйренетін жақсылық бар. Сондықтан әрбір адам ол ордаға бекер барған жоқ. Орданың ісі, яғни сондай қазақи салт дәстүріміз дамысын, өркендесін, өссін деп барды. Сондықтан ешқандай адамға ол жерде қапа болудың қажеті жоқ, және халық түсінбей отыр деп айтудың да қажеті жоқ. Неге? Өйткені ағаш көрсетіп тұр, Құдай тағаланың өзі көрсетіп тұр ғой. Ағаштың бәрі тамырлап кетсе, онда алға жылжушылық, прогресс болмайды. Адамзат артқа кетеді, өспейді, дамымайды. Бәріміз бір стандарт болып жүре алмаймыз. Оны Құдай тағаланың өзі көрсетіп тұр көзге. Соны түсінетін біздің уақытымыз болды. Сондықтан анау киінбеді, анау бөріксіз, анау ондайсыз, мынау мұндайсыз деп айтуға ешқандай негіз жоқ та, негіз жоқ. Әр адам өзі қабылдағанша қабылдайды. Құдай тағала ағашты тамырсыз да қалдырмайды, діңсіз де қалдырмайды, жапырақсыз да қалдырмайды, жеміссіз де қалдырмайды, гүлсіз де қалдырмайды. Құдай тағалаға тапсыруды біз әлі үйренген жоқпыз. Білмейміз оны. Құдайсыз қурай да сынбайды деп айтамыз, бірақ сол сөздің мағынасын біз тереңнен түсінген жоқпыз. Сондықтан ешқандай қоғамдағы ешқандай адамдарға қапа болудың қажеті жоқ. Әркім өзінің жүгін арқалап жүр, көтергенше көтеріп өтеді өмірден. Сонда ешкімнен еш нәрсені көрмесе болады. Бүгінгі әңгімені осылай деп салып отыр жүрекке. Атаруақ. Еліміз аман, жұртымыз аман болсын. Оразадан оразаға аман есен жете берейік.